Бейнеролик BRICS-Bet компаниясының қолдауымен түсірілген жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер, оперативті қызмет және әрине жандос промокодымен 100% бонустар сіздерді төмендегі сілтемеде күтеді. Біз сіздерге тек сәттілік тілейміз. BRICS-Bet сілтемесі төменде. Take me to the world of your song. You don't have to play any role. Walk me through the roads of your heart inside. There's no need to play any game. Show me every part of your pain. Өткен аптада Virgil van Dijk UEFA нұсқасы бойынша жылдың үздік футболшысы атанды. Серхио Рамос бұл жүлдені ұтпаса да, әлемнің үздік қорғаушысы болып қала береді. Ван Дейк пен Рамостың ойын мәнері өте ұқсас болғандықтан, арнамыздың сүйікті тіркелушілері оларды салыстыруымызды өтінген еді. Олай болса, кім мықты, дәл осы бейнероликте анықтап көрейік. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Алғашқы категория әрине соғылған голдар статистикасы. Ойыншылардың жас айырмашылықтарын ескере, соңғы 5 жылдағы көрсеткішті ғана есептеген жөн болар. Серхио Рамос Реал сапындағы соңғы 5 жылда 159 ойын өткізіп, 29 голдың авторы атанды. Ван Дейк болса 134 ойында 11 мәрте гол авторы атанды. Алғашқы ұпай Рамосқа бұйырады. Голдық пастар көрсеткіші бойынша Рамос сол 159 ойында 10 голдық пас жасаса, Ван Дейк 134 ойында 6 рет ассистент атанды. Ван Дейк 25 ойын кем өткізсе де, бұл ақталатын себеп емес. Испандық қорғаушы екінші ұпайын алады. Клубтық деңгейдегі ұтқан жүлделерге келсек, Ван Дейк соңғы 5 жылда Селтикпен және Ливерпульмен 5 түрлі титул ұтты. Соның бірі чемпиондар кубогы. Рамос болса соңғы 5 жылда 10 титул, ал жалпы мансабында 23 түрлі турнирді бағындырды. Есеп 3-0. Рамос қарсыласын ойсырата ұтуға ниетті сияқты. Ұлттық құрамадағы статистикаға келсек, Ван Дейк Голландияның негізгі құрамының сапына 2015 жылы ілікті. Осы 4 жылда 16 ойын өткізіп, 3 гол соқса, Рамос Қызыл Фурия сапында соңғы 4 жылда 30 ойын өткізіп, 8 гол соғып, бұған қоса 1 мәрте ассистент атанды. Серхио лайықты ұпайын алады. Ұлттық құрамамен ұтқан жүлделерге келсек, Ван Дейк өткен жылғы ұлттар лигасының күміс жүлдегері. Рамос болса 2 дүркін Еуропа және 1 мәрте әлем чемпионы атанды. Ұпайды тағы Рамос алады. Жеке жүлделерге келсек, Рамос 7 мәрте УЕФАның символикалық құрамына енді, 4 мәрте Испанияның жыл қорғаушысы атанды және 2018 жылдан УЕФА нұсқасы бойынша жыл қорғаушысы атанды. Ван Дейк бұл жүлдені осы жылы ұтумен қатар УЕФАның нұсқасы бойынша жылдың үздік футболшысы атанып, Месси мен Роналдудың гегемониясын тоқтатты. Бұған қоса 23 қыркүйекте өтетін FIFA-ның The Best жүлдесіне де, Франс футболдың алтын доп жүлдесіне де Ван Дейк басты үміткер. Сол себепті оған алғашқы ұпайын береміз. Қорғаушылар үшін батылдағы ең басты категория допты тартып алу көрсеткішіне келсек, Рамостың бір ойындағы статистикасы 2-1-ді құраса, Ван Дейктікі 1-8. Рамосқа тағы бір ұпай. Баршамызға танымал Трансфермаркт компаниясы Серхио Рамосты қазіргі таңда 25 миллион евроға бағалап отыр. Алайда мансабының шыңындағы құны 40 миллион болғанын еске саламыз. Десе де қалай болмасын, Ван Дейктің 90 миллион евросына жету 33 жастағы ойыншыға енді мүмкін болмас. Ван Дейк лайықты ұпайын алады. FIFA 20 симуляторы Ван Дейкке 88 ұпай берсе, Рамосқа 90 ұпай берген жөн деп шешті. Серхио Рамос тағы бір ұпай алады. Instagram желісіндегі танымалдылыққа келсек, ойыншылардың екеуі де бұл әлеуметтік желіге өте көп көңіл бөледі.
Күн сайын стористер, апта сайын су жаңа суреттер мен бейнероликтер. Рамосқа бүгінгі күні 34 миллион адам тіркелсе, Вирджил ван Дайктың тіркелуші аудиториясы 5,5 миллионды құрайды. Рамосқа тағы бір ұпай. Бүгінгі батылдың жеңімпазы Серхио Рамос атанды. Алайда жас айырмашылықтары үлкен футболшыларды салыстырған дұрыс емес деп есептейміз. Бейнероликті сіздер көптеп сұрағандықтан ғана шығаруды шештік. Барынша әділетті өткізуге тырыстық. Сол себепті лайк басуды ұмытпаңыздар. Ван Дайк бүгін жеңілсе де, не себепті жеңілгенін баршаларыңыз онсыз да біліп тұрған жоқсыз ба? Олай болса, өзінің кім екенін дистанцияда дәлелдеуіне тілектеспіз. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында. Подача сюда, Ван Дайк! Площадь, потому что пожалуй, единственный игрок, который способен переигрывать Баварию на втором этаже, это Ван Дайк.